Assalamualaikum ағайындар, құрметті қырғыз елі, мен сіздерді қатты жақсы көремін, аябай жақсы көремін. Люблю вас, вам счастья, благополучия, долгих, тебе творческих успехов. Аман болсын, бүгін Қазақстанда қыздарыңыз Құдай қаласа елге аман есен шығарып саламыз. Аман болыңыздар, отбасыңызға береке, ата-анаңызға егіннен бақытыңыз. I love you. Алапандай ғана қарындасымыз сонау Қырғызстаннан келіп, бәлем миллион қырғыздың сау саламатын осында жеткізіп тұр ғой, бір қазақ ретінде бір дұрыстап живой шапалақ ұрайықшы. Қазақтың чон шапалағы ұнады ма? Біз өзі бір-бірімізді түсінетін, өзі қазақ пен қырғыз тілдерімізді, түрлерімізді бәріміз ұқсас еліміз ғой. Айналайын нұрқызым, гүлқызым, атыңа қанық едім сыртыңнан, осындай қызды баптап жіберген айналайық ағайын қырғыз деген жұртымнан. Қырғыздар да бірақ алыстамасын қазақ деген ұлтымнан. Ежелден бізде жалғасқан ғұрып пенен ғұрпымнан. Осы қырғыздың арқасында қазақ бүтін жүріп киімі жоқ жыртылған. Осы қырғыздың чоқ гүл деген әніменен қазақтың тойлары құлпырған. Ал қазақ қырғызға не істеді десең, сендерде Манас деген батыр болған, жауды көрсе жұлқынған. Сол Манасты кітап қып шығарған қазақ деген бауырың, Шоқан деген ұл туған. Осыдан шыққан қорытынды қазақ пен қырғыз бір туған, қалғандарын кім туғандық қойшы. Рахмет, бара ғой.